Ұлы даланың құндылықтары еліміздің батысында осындай атаумен ұлттық өнерді ұлықтаған фестиваль өтті. Тұңғыш рет киіз үй тігу мен асау үйретуден сайыс ұйымдастырылды. Басына жүген ілмеген асауды құрықтауда нағыз жүректі де білекті жігіттер сынға түсті. Рухты боятып қанды қыздырған ұлттық ойындарда бағы мен бабы келіскендер топ жарды. Ардақ Мұратқызының репортажы. Біз қазір Торатпас тауының ең биік нүктесі 212 метр биіктікте тұрмыз. Осы жерде Ұлы даланың құндылықтары атты этнофестиваль өтіп жатыр. Облыстық іс-шара қаланың қапырғауысында емес, осы таудың баурайында жазиралы кең далада ұйымдастырылған. Шыңғырлау аудандағы киелі жер Орал қаласынан 350 шақырым қашықтықта жатыр. Жол шалғайлығына қарамастан іс-шараға 6 ауданнан қатысушылар ат сабылтып келді. Әсіресе аймақта тұңғыш рет өткен киіз үй тігу сайысын тамашалау таңсық болды. Ереже бойынша киіз үйдің алдымен сықырлауығы мен керегесі құрылып, шаңыраға көтеріліп, оғы қадалуы шарт. Бас артық дүние болмауы тиіс. Мына жерде мысалы қосымша бір ағаш пайдаланған, бұл дұрыс емес қой, иә? Әрине. Қазақтар деген киіз үйді негізінен құрған уақытта екі уқты бір-біріне байлағанда, сосын екі адам ортасынан тұрып, жоғары қарай киіз үйдің шаңырағын көтере қойған. Ең бірінші болып 48 минутта шыңғырлаулықтар 8 қанатты ағала ордан тікті. Қазылар алқасы киіз үйдің құрылу тәртібін тексеріп, сапасына мән берді. Ішіне де кіріп, бау-бас құрының берік болуына көңіл бөлді. Аймақта тұңғыш рет өткен тағы бір сайыс асау үйретуден ашық турнир. Жұрттың ықыласы бөлек. Тақымы мықты, құрыш қолды шымыр жігіттер шу асауды құрықтады. Жығылғандар да болды. Асауға құрық салып, құлақтап мініп, айналып жүруге 5 минут уақыт берілді. Біздер 1 минут 20 секундта, 22 секундта асауды мініп, шылбырын мойнынан шешіп беріп үйреттік жылқыны. Ер жігіттен не пайда, еліне қауіп төнгенде ат жалын тартып мінбесе, 5 қаруын өлмесе, ата-бабамыз осы аттың арқасында осы жерді қорғап қалған үшін біз атқа құмарымыз бар. Жылқыға негізделген ұлттық ойындардың осы жерде өтуі тегін емес. Алыстан қарағанда шөккен аттың басына ұқсайтын тау Торатпас аталып кеткен. Бұрын мына Торатпастың екі құлағы да аман болды дейді. 54-ші жылдары осы мына бізге жерімізге келімсектер келіп, осының ақтастарына қызығып, қазақтың рухын басу керек болды ғой. Сол кезде сол ғой. Жылқыға мінген қазақ ол рухты адам ғой, оны тарихтан белгілі ғой. Сол рухын басу үшін бекен әйтеуір соның бір құлағын қиратқан деді. Шыңғырлаудың тау-тасы тұнған аңыз. Аймақтың 7 кереметінің бірі саналады. Тұңғыш фестиваль туған өлкені танытып, ұлттық ғұрыпты жаңғыртып, рухты жаныды. Ардақ Мұратқызы, Қайырбек Ерболатұлы, ұлттық арна, Батыс Қазақстан облысынан.